кішкентай лақты саябаққа апарам деп жүргенде Ротенмайя ханым лақты көріп қояды. Жабырқаған Ротенмайя ханым жұмыстан кетуді ұйғарады. Мен барып Сесмон мырзаға хат жазайын. Тәрбиешінің жұмыстан кету туралы жазған хатын тауып алған Хайди Ротенмайя ханымның Клараның қасында қалу үшін үйден қашып кетеді. Ақыры Ротенмайя ханым Дета және Клара Хайдиді іздеп табады. Сөйтіп, Клараның жанындай жақсы көретін Ротенмайя ханым ешқайда кетпейтін болды. Пана болған ағаш. Мырза, кетті ме? Жүргізілер. Сесман мырза, қош келдіңіз. Рахмет, Себастьян. Сапарыңыз сәтті болды ма? Болғанда қандай? Өтінем, мыналарды бөлмеме апарып тасташы. Бұл дегеніңіз сіздің үйде ұзақ уақыт болатыныңызды білдіреді ме? Жазды үйді өткізсем деп жоспарладым. Себастьян, Клараға жаңалығымды айтып, қуантсам деймін. Оған тез арада айтуым керек. Сесмон мырза, сізді көргеніме қуаныштымын. Сізмен шұғыл түрде сөйлесетін шаруам бар. Сіз жоқта бұл үйде не болғанын айтсам, сен алмасыңыз анық. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Ротенмайя ханым, дәл қазір Клараны көрсем деймін. Қалауыңыз білсін, Сесмон мырза. Әрине, ендеше қолыңыз босағанда сөйлесейік. Қане, Клара, енді тағы бір рет талпынып көрш. Әкеңнің жуық арада келетін білесің ғой. Ол сенің бұл ерлігіңді көргенде қуанары анық. Бұл жолы жанымда ұзақ болса ғой шіркін. Тамаша, жарайсың. Қолыңнан келді, Клара. Клара! Әке! Клара қызым, мынауың керемет жаңалық қой. Сен орныңнан тұрдың. Бұл дегенің ғажап емес пе? Хайди бір беткей жаттықтырушы екен. Есесіне нәтиже жаман емес. Нәтиже дейсің бе? Клара, бұл жай ғана нәтиже емес. Жаратушының сыйы. Жуық арада Клараның жүріп кететініне толықтай сенімдімін, Сесмон мырза. Хайди, мен де солай ойлай. Айтпақшы, сендерге айтар жаңалығым бар. Бұл жолы қастарыңда жаз бойы қалам. Әке, мынауыңыз керемет жаңалық. Жарайды, қалған әңгімені түскі аста жалғастырамыз. Оған дейін жүктерімді жайғастырып, жұмыстарымды бітіріп алайын. Дета, сен мен сөйлесейін деп едім. Сесман мырза, мен сөйлесейін деп бедіңіз? Өтінем. Бірдеңе боп қалды ма мырза? Абыржитын ештеңе емес, Дета. Мен бар болғаны бір нәрсені анықтап алсам ба деп едім. Сен Хайдидің ресми қамқоршысы емессің бе? Иә, солай мырза. Жақсы. Өзің білетіндей, Хайдидің бұл үйге жасаған жақсылығы өте көп болды. Клараның жүзі осыншалық жадырайды деп ойламап едім. Рахмет мырза. Егерде Хайдиге дәл Клара қызым секілді жағдай жасасам, қарсы болмайсың ба? Оны ресми түрде асырап алсам деген ойым бар еді. Асырап алмақсыз ба? Мен барда ештеңеден таршылық көрмейтін болады. Рас айтам. Асықпай жақсылап ойланғаныңды қалай. Бірақ егер оң шешіміңді берсең, Хайди үшін таптырмас мүмкіндік болар еді. Клараның сіңілісі болса дегенім ғой. Шынымды айтсам, бұл күтпеген жағдай болды. Тіпті не дерімді білмей отырмын. Түсінемін. Сондықтан жақсылап ойлануыңа уақыт берем. Шешім қабылдаған соң бір жауабын айтарсың деп үміттенем. Сесман мырза. Иә? Келісімімді бергенім дұрыс шығар, Хайди үшін. Өтінішіңізге қуана келсем. Рас айтасың ба, Дета? Күмәнім жоқ мырза. Рахмет саған, Дета. Ендеше түстен кейін әкімшілік қызметкерін шақырып, құжаттарға қол қояйық. Бұл жаңалығымызды кішкентай қыздармен бөліскім келіп тұр. Рұқсат болса, барлықтарыңыздың алдында бір нәрсе айтсам ба деп ем. Хайди, сен үйге келгелі бері Клара қызымның өмірін күрт өзгерттің. Оның үстіне екеуің ажырамас дос болып кеттіңдер. Рахмет, мырза. Иә, оныңыз рас, әке. Біз жан достармыз. Сұрайын дегенім, бұдан былай екеуің әпкелі сіңілі болғыларың келе ме? Бұныңыз тамаша ғой. Тамаша! Ендеше, Хайди,
сені асырап алуыма қарсы болмайсың ба? Айта қойшы. Рас айтасыз ба? Расымен де солай істейсіз бе, әке? Клара қызым, алдымен Хайди жауап берсін, жарай ма? Асырап алу деген қандай сөз? Егер сен асырап алсам, бұдан бұлай ресми түрде Клараның сіңілісі, ал менің қызым боласың. Міне солай. Бәріміз Франкфуртта ма? Өмір бойы? Бәрі шешілді. Ендеше тілек тілейік. Хайди, сені өз бөлмесінде тынығып жатыр деп ойласам. Ұйықтай алмадым. Сізден асырап алу туралы сұрасам бола ма, деді әпке? Сұрай ғой, Хайди. Қане, мұнда отыр. Айта ғой, мазаңдалып жүрген қандай ой? Сізмін мырза, сен асырап алсам, осында өмір бойы боласың деді. Оны сұрас па? Иә, Хайди. Осы отбасының толыққанды мүшесі боласың. Саған барлық жағдай жасалатын болады. Сонда бұдан бұлай ешқашан тауға бара алмаймын ба? Атамды көре алмаймын ба? Сесмін мырзадан рұқсат алып, жас мезгілінде барсаң болады. Бірақ жақсы азамат болу үшін осында өсіп, оқитын боласың, Хайди. Ендеше мен асырап алғандарын қаламаймын, деді әпке. Бірақ өтінішінен бас тарта алмайсың. Хайди, бұл сен үшін таптырмас мүмкіндік. Бірақ мен қаламаймын, деді әпке. Одан да тауға барып атаммен бірге тұрғым келеді. Хайди, саған шешім қабылдаудың қиынға соққанын түсінем. Бірақ Сесман мырзаның ұсынып отырған өмірі сен үшін жарқын болмақ. Оған еш күмәнің болмасын. Ақшадан еш қысылмайтын боласың. Өзіңе қажет біліміңді аласың. Және үйің болады. Анаң тірі болғанда сенің болашағың үшін осыны таңдар еді. Рас айтасыз ба? Ал атам не дер еді? Ол да бұл шешімің үшін қуанып қалатын еді. Клараның сіңілісі болғың келмей ме? Болғым келгенде қандай? Кларадай әпкемнің болғаны бақыт емес пе? Ендеше құжаттарға қол қоямыз. Сонымен бәрі бітеді. Жарай ма? Жарайды, деді әпке. Тамаша. Енді бөлмеңе бар да жақсылап тұрып демал. Мен Динклман мырзамын. Асырап алу мәселесі жайында Сесман мырзаға келдім. Сесман мырза сізді күтіп отыр. Өтінем, кіріңіз. Сонымен, мынау асырап алу келісім шарты. Бәрі сіз қалағандай. Маған керегі сіздің және қыздың қамқоршысының қолы. Одан кейін әрине қызмет көрсеткенім үшін төленетін төлемақы. Бұл іске Хайдидің қатысуы керек пе? Оған сұрақ қойып, сосын бұл шартқа өз еркімен келіссе деп ем. Жоқ. Бастысы асырап алушы келіссе болды. Қалғаны керегі жоқ. Ендеше мен... Тезірек қолдарыңызды қойсаңыздар. Түстен кейін баратын бірнеше жерім бар еді. Өтінем. Иә, мырза. Себастьян, Дета мен Хайдиге осында келсін деп айта салшы, өтінемін. Әрине, мырза. Маған кішкентай қызды көрудің еш қажеті жоқ. Ендеше маған керек. Хайди? Кіріңіз. Хайди, сізбен бірге емес пе, ханым? Жоқ, Себастьян.
Аделайда тағы да жоғалып кетті дегің келе ме? Бөлмесінен таба алмадым. Тіпті Клара ханым да білмейді. Тағы да үйден қашып кетпеген шығар. Бірақ ол не үшін қашуы керек? Ол асырап алу туралы естіп қобалжып жүр. Бұл ол үшін үлкен өзгеріс болайын деп тұр. Болған жайтты әкем айтамыз ба? Хайдидің бұл өзгеріске үйренуі керек, Клара. Алғаш келген кездегі қобалжуы есіңде ме? Хайдидің үйде екеніне сенімдімін. Әрқайсымыз әр қабатты қарап шықсақ тауып алармыз. Ендеше мен бірінші қабатты тексерейін. Дета үйдің айналасын қарап шық. Ал сен екінші қабатты қара. Ал мен бақты қарап келейін. Бәлкім далада жүрген болар. Рахмет, Клара. Досыңды табамыз. Олар жуық арада келмейтін сияқты. Әне дегенше келіп те қалар, уайымдамаңызшы. Жақсы. Ендеше олар келгенше, төлемақыңызды төлеп тастасаңыз жақсы болар еді. Әр нәрсе өз орнымен болғаны дұрыс. Жұмыс күніңіз қаншалықты тығыз болса да төлемақыңызды алуға 1-2 минут табылады деп ойлаймын. Оныңыз рас, Сесман мырза. Аделайда, осындасың ба? Хайди, Хайди! Хайди! Хайди, осындасың ба? Дета, Сесман мырза, не істеп жүрсің? Хайди қайда? Әкімшілік қызметкері күтіп отыр. оны іздеп жүрміз, мырза. Хайди, ағаш басында не істеп отырсың? Бәрі сені іздеп жүр ғой. Олардың мені тауып алғандарын қаламаймын. Бірақ не үшін? Мені кешірші, Клара. Бірақ мені асырап алғанын қаламайтын секілдімін. Сонда әпкелі сіңілі болғанымызды қаламайсың ба? Әрине қалаймын, Клара. Бірақ олай істей алмаймын. Жуық арада атамның қасында болу үшін тауға кетуім керек. Ал егер мені әкең асырап алатын болса, ешқайда бара алмаймын ғой. Қайда жоғалып кетті? Сесман мырза! Динкелман мырза, кішкене кідіре тұрыңызшы. Менің тез арада кетуім керек, мырза. Қолдарыңызды қоясыздар ма? Хайдиді таппайынша қол қоймаймыз. Мені түсінесіз деп ойлаймын. Егер ойлануға біраз уақыт керек деп ойласаңыз, босқа күтпей жүре берейін, мырза. Кішкене күтіңізші. Сесман мырза, мырза. Хайди бақшада жүрген көрінеді, мырза. Тамаша. Бәрі жақсы, дем арада шешеміз. Жүріңіз, мырза. Хайди, анда отырғаның не? Тез төмен түс бол. Түскім келмейді, Дета әпке. Себебі мен асырап алғанын қаламаймын. Бәрі дұрыс па? Иә, ағашқа тығылмақшы бопты. Қазір түседі. Хайди, сен асырап алғанымды не үшін қаламай тұрсың? Кларамен бірге тұрған саған ұнамай ма? Кларамен бірге тұрған қатты ұнайды. Бірақ атама барғым келеді. Атаңа жиі барып тұрамыз. Уәде беремін. Сонда ол жақта тұрамыз ба? Өмір бойы? Жоқ, Хайди. Сен өмір бойы тауда тұра алмайсың. Сесман мырза сенің білім алғаныңды қалайды. Сонда болашағың жарқын болады. Сесман мырза, істеріңізге араласайын деген ойым жоқ, бірақ мұнда не болып жатқан түсінсем бұйырмасын. Мынандай бір беткей қызды сіздер қалай тыңдап тұрсыздар?
Бастысы кішкентай қыздың қамқоршысы екеуіңіз асырап алуға қарсы емессіздер. Ендеше екеуіңіз қол қоя салыңыздар. Динклман мырза, бізді ойлап уайымдағаныңызға рахмет әрине, бірақ бізге бірер уақыт беруіңізді өтінем. Себастьян, андағыны маған бере қойшы. Кел. Сізмін мырза, абайлаңыз. Сатыға шыға алмайтындай қартая қойған жоқпын деп ойлаймын, Ротенмайер ханым. Төмен түскім келмей ме? Оңашада сөйлесер едік. Жарайды. Ендеше мына жерге ағаштан үй салайық. Жазды ағаш басында өткізгін келеді ғой, солай ма? Әпкеңнің сен ойлап қатты уайымдап тұрғанын қарашы. Қасына барып, оны сабасына түсіргін келмей ме? Расымен бізбен бірге қалада тұратын ойың жоқ қой. Тауды сағынып жүрмін. Ол жаққа апарам деп уәде берем. Бірақ тауға барғаныммен Франкфуртқа қайта оралма тура келеді. Кешір Хайди. Бірақ қаладағы өмір саған жарқын болашақ, үлкен мүмкіндік сыйлайды. Сен әлі баласың. Алдыңда не күтіп тұрғанын сен әлі білмейсің. Бәрібір тауда тұрғым келеді. Жақсы. Ендеше саған айтар бір ұсынысым бар. Бергел, мұнда кел. Ерте сен өскен кезде. Хайдиді төмен алып түседі деп ойлайсыз ба? Алып түсетініне сенімдімін, Клара. Тез арада түссе екен. Ағашта отырғандарын бұдан артық көре алмайым. Ол тым қауіпті. Қараңыздар. Қорықпа, қызым. Рахмет. Енді қарсы болмасан төмен түсейік. Кеттік. Жүрегімді ұшырдың ғой. Кешірім сұраймын, деді әпке. Жылдам қимылдайды екенсіз, Сесман мырза. Кішкентай қыз аман қалды. Енді ол тағы қашып кетпей тұрғанда, құжаттарға қол қойып қызыңыз етіп алғаныңыз жөн. Динклман мырза, бүгінше сіздің қызметіңіз қажет болады деп ойламаймын. Сонда мына ақымақ қыздың ашуына бола асырап алу мүмкіндігіңізден бас тартасыз ба? Баға жетпес қолыңызбен адам ақылына қонбайтын төлемақыңыздан бұрын адам баласына мейіріміңізді төккеніңізде ғой. Мүлдем басқаша болар еді. Динклман мырза, бұның ашу емес, кішкентай қыздың бойындағы қорқыныш пен үрейді білдіргісі келген жан айқайын сезінер едіңіз. Бұл қыз мен үшін баға жетпес ерекше жан. Әрине, алтын уақытыңызды алғаным үшін кешірім сұраймын. Себастьян шығар есікті көрсетеді. Келесі кездесуге кешікпей баратыныңызға сенімдімін. Өте орынды шешім. Мұндай ақымақ қызды кімнің асырағысы келсін? Бұл үйден қараңызды батырыңыз тез арада. Әке, сонда сіз Хайдиді асырап алғыңыз келмей ме? Әрине асырап алғым келеді. Бірақ Хайдидің дұрыс шешім қабылдау үшін біраз уақыт керек секілді. Оны жөнсіз мәжбүрлегім келмейді. Түсінесің бе, Клара? Иә. Демек сенің тауға қайтып кететін ойың бар ма, Хайди? Уақыты келгенде. Бірақ алдымен сенің жүруің керек, Клара. Сен жүргенге дейін қасыңда боламын. Бірақ аяғымды басқан соң кетесің бе? Әке, мені өз бөлмеме апарасыз ба? Біраз тыныққым келеді. Рас айтасың ба? Клара. Клара, мен сенің сіңілің болғым келеді, шын сөзім. Бірақ сенің кеткің келеді ғой.
Сен менің ең жақын досымсың. Тауды қалай сағынып жүргенімді білесің ғой. Сен жүрген соң маған келіп тұратын боласың. Қалаған кезіңде кел. Қалағаныңша қасымда бол. Атама айтып, саған арнап жатын бөлме дайындатып қоямын. Бір-бірімізді жиі көріп тұратын боламыз, уәде берем. Бірге тұрғанымыз маңызды емес. Сен үнемі ойлайтын боламын. Қасымда болсаң да болмасаң да бар жүрегіммен сені әпкеме балайтын болам. Аделайда дұрыс айтады, Клара. Мен де әпкеммен бірге тұрмаймын, тіпті қанша қаласам да жиі көрмеймін. Алайда оны бәрінен артық жақсы көрем, ол да мені жан тәнімен жақсы көреді. Біз әлі де жан достарымыз ба? Мәңгілік достармыз.